жазиралы қазақ даласының сәнін келтіріп, бағасын арттыратын аспанмен астасқан тау, мейіріңді қандырар мөлдір бұлақ, ерке желмен тербелген жасыл құрақ емес пе? Адам өміріндегі табиғаттың осы бір қайталанбас көрінісі, тау тұлғалы әке, ақылы дария ана, ізін жалғар баламен астасып жатқандығын би шешендер де, ақындар да айтып өтті. Бүгін Асқар тау әкеміз Қорқыт пен ақ жаулықты анамыз Тұрсынның отау құрғанына 50 жыл толып отыр. Алтын тойға аман есен жету үшін ер азамат боп төзімді темір, әйел ананың мінезі алтын болуы шарт екен. Бұл екеуінің бойына осы екі мінез ұялаған. Ана мен әкенің өнегелі өмірі біздерге үлгі. Жалғасбай ата мен Әзиза әжеміздің шаңырағында 3 баланың бірі боп дүниеге келген әкеміз туылған кезде біраз уақыт жыламай, қимылдамай жатыпты. Үйге молда кіріп келгенде ғана шарананың дауысы шығыпты. Сонда, ай, бізді қорқытып келген бала болды-ау, аты Қорқыт болсын деп молда бата берген екен. Тарихтағы түркі жұртына ортақ ұлы тұлғаның да қобызшы Қорқыт атануы жайдан жай емес екенін білеміз. Сол секілді ұлы есімді иеленген әкеміздің таланты мен талғамы, талабы мен таным түсінігі терең болып қалыптасты. Балалық шағын соғыстан кейінгі ауыр жылдар ұрласа да, өмірде өз орнын ала білген, жақсылықты жанына жия білген азамат. Заң саласында, шикізат өңдеу мекемесінде қызмет етіп, тек отбасына ғана емес, ауыл мен ауданның қоғамдық іс-шараның ұйытқысы болған өмірі өнегелі істермен өрнектелді. Ауылдың алтауызына айналған ақын әрі әнші Аймағамбет нағашымыздың Сағынбай деген тұңғышынан кейін балалары тұрмаған. Сондықтан 1947 жылы дүниеге келген баласына Тұрсын деп есім берген. Ол біздің анамыз. 1967 жылы Ақтөбе педагогикалық училищесін бітіріп, әкемізбен бас қосып, Әліби Жангелдин атындағы орта мектебіне мұғалім болып орналасады. Кәсібіне адал, өзін мақтағандардан гөрі ісіне сын айтқан адамдарды жанашырындай жақын тұтқан ізденімпаз, талапшыл ұстаз болды. Өз дәуіріндегі коммунистік партияның белді мүшесі, мектептегі бастауыш партия ұйымының бірінші орынбасары, игі істердің, саяси идеялардың бастамашысы бола білді. Ұзақ уақыт бастауыш класс бірлестігінің жетекшісі болып, көптеген жастардың педагогикалық жолдарын айқындауда зор еңбек сіңірді. Әсіресе анамыз бүгінгі таңда мектептегі бастауыш сыныптар бойынша орынбасарлық қызмет атқарып отырған Қамажай апайды зор мақтанышпен айтып отырады. Жангелдин мектебінің мұғалімдері отбасымыздың мүшесіне айналған, сырттай қадірлейтін жандардың бірі болып табылады. Анамыз аға ұстаз төс белгісінің иегері атанды. Әріптестері, ұжымы анамыздың ұстаздық шеберлігі, апалық ақылы туралы тамсана айтады. Мектеппен байланысын әлі күнге дейін үзбей келген анамыз облыстық семинар, конференцияларға қатысып, ардагер ұстаз ретінде шақыртулар алып тұрады. Бүгінгі алтын тоймен орай келген 70 жастағы анамыз көзі ашық, көкірегі ояу, әрбір азаматты бағалап, сырттай батасын беріп отырады. Ел өміріндегі жақсы оқиғаларды жылы қабылдап, бірге бөліседі. Биік өмір үйін көтеріп, ата-анадан бата алып, келген кеткенге құшағын ашып, нағыз қазақтың жанұясы бола білген, қоғамымыздың төрінен орын алып отырған әкеміз бен анамыз мемлекетіміздің көркі болды десек те артық емес. Егемен еліміздің болашаққа бой алған дәстүрі мен мінез құлқының, адамгершілігі мен адамдығының фундаменті әке мен анамыздың бойында жатыр деп білеміз. Осындай жандардан тәлім тәрбие алып өскен біздей балаларда арман жоқ. 5 бала тәрбиелеп өсіріп, жоғары білімді азамат етіп, қоғамның белді мүшесі етіп қалыптастырып, келін түсіріп, қыз ұзатып, қуаныш тойларында
бар игі жақсылармен бас қосты. Я, алысты жақын тұтқан, жақынды бауыр тұтқан, туыстық желіні үзбеген, береке бірлікті бұзбаған, үлкені сөз бастаған, кішісі аға сөзін қостаған, әулетіміздің тыныс тіршілігіне жұртшылықтың қуана қарайтынына шаттанамыз. Зейнеткерлік жасқа жеткен алғашқы жылдары әкеміз инсульт алды, алайда өзін өзі қайрап, тау тұлғалы болмысында асқақ рух пен оптимистік көзқарастың басым екендігін танытты. Таңертең ұзын көшені жүріп өтіп, жаттығу жасап жүретіндігі айналадағы көрген жанның ішкі рухын оятып, қаншама жанның бойында жігер отын жақты десеңізші. Осындай ата мен әженің немерелері де осал болмақ емес. Мектепті алтын белгімен бітіріп, шетелде білім алған, Ақмерей бастаған немерелер көші атасы мен әжесінің ұлағатын ұлықтап өсіп келеді. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, баланың қолдаған мақталамын. Құлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын. Әке, мен сені Меккеге апарамын. Әке, биікке самғайды баптағаным, шынарымсың әке. Мінекей, алтын тойды тойладыңыз, атана құтты болсын тойларыңыз. Ұлықпандай ұрпағымен мың жасаған, үлгі тұтар ұрпаққа айналдыңыз.